Бұл видеода мен сіздерге Trust Wallet криптоәмиянын қалай пайдалану керектігін үйретемін. Оны қалай жүктеп алуға болатынын көрсетемін. Бұл интерфейсті және қосымшаның функционалын және де Trust Wallet'ті дұрыс қолдануды үйренесіз. Әртүрлі криптовалюталарды әмияныңызға депозит жасап, немесе басқа әмиянға жіберу жолын көресіз. Бұл видеоны көріп шығып, сіз Trust Wallet туралы толықтай білетін боласыз. Ал криптовалютадан табыс табу жолдарын білгіңіз келсе, біздің Телеграмға тіркеліңіз. Біз бұл жерде криптосхемалар және басқа да ғаламтордағы табыс табу жолдарын талқылаймыз. Сіз жедел своп каналындасыз. Бізге тіркеліп және де коммент қалдырыңыз. Ал біз бастаймыз. Trust Wallet әмияны бұл ең сенімді, қауіпсіз және ең бастысы сіздің жеке криптовалюталық әмияныңыз. Бұл жерде сіз өз криптовалютыңызды сақтап, немесе сатып алып және депозит жасауға болады. Өте маңызды ақпарат. Әмиянды ашу үшін сізге жеке төлқұжатыңыз, телефон нөміріңіз, тіпті сіздің есіміңіз де қажет емес. Әмиянды ашу үшін сізге керегі тек телефон немесе компьютер және де бір бет ақ қағаз. Қағаз не үшін керектігін кейінірек айтып беремін. Әмиянда сақтауға болатын сумманың шегі жоқ. Қанша ақшаңыз бар, сонша сақтай аласыз. Және шектеусіз кез келген суммаға аударымдарды жүзеге асыруға болады. Trust Wallet әмиянын жасап шығарған адамдар да сіздің ақшаңызға қол жеткізе алмайды. Сіздің барлық ақшаңыз 12 сөзден тұратын сид фразада сақталған. Бұл туралы толығырақ білу үшін видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Trust Wallet криптоәмияны Binance биржасына тиесілі және де олардың ресми орталықтандырылмаған әмияны болып табылады. Ал Binance әлемдегі ең танымал криптовалюта биржасы. Олардың BNB деген токені қазір барлық криптовалюталар арасында капитализация бойынша 3-ші орында тұр. Trust Wallet әмиянының мүмкіндіктері қандай? Біріншіден, бұл тексіз қолданылатын орталықтандырылмаған жеке әмиян. Әмиянның кілті 12 сөзден тұратын фразада шифрланған. Trust бұл мультивалюталық әмиян. Бұл дегеніміз бір адрес ашып, криптовалютаны 65-ке жуық желіде бір уақытта сақтай аласыз. Бұл өте ыңғайлы. Сондай-ақ, Trust Wallet'те қалағанша аккаунт ашуға болады, және де бар болғаны бір батырманы басып, басқа аккаунттарыңызға кіре аласыз. Токен сатып алу үшін биржаны қолданудың қажеті жоқ. Әмиянның ішінде своп бөлімі бар. Бұл дегеніміз сіз кез келген токенді Trust әмиянның ішінде ешқайда шықпай айырбастай аласыз. Ал егер де ол сізге аз болса, әмиянның ішінде браузерді қолданып PancakeSwap, Uniswap, OneInch, Bifi Finance және тағы басқа сияқты кез келген жобаға қосылуға болады. Бұл сайттарда сіз кез келген токенді бір-бірімен айырбастай аласыз. Кейбір сайтта тек айырбастап қоймай ликвидность беріп пайда табуға болады. Ликвидность немесе LP бұл екі токеннің қосындысы, яғни сіз бірінші токен және екінші токенді біріктіріп бір токен аласыз. Ол токен сізге пулға салып табыс табу үшін керек. Бұл пулдағы табыс жылына 1000 APR-ге дейін баруы мүмкін. Әрине, олардың одан да көп мүмкіндіктері бар. Ол туралы толығырақ басқа видеода талқылайтын боламыз. Басқа сайттарда ақшаңызды қалдыруға қорықсаңыз, Trust'тың ішінде Proof of Stake алгоритміндегі токендерді стейк жасап табыс таба аласыз. Былайынша айтқанда, банктегі депозит сияқты. Ақшаңызды салып қоясыз, ал кейінірек табысыңызды шешіп алуға болады. Криптовалютаны Trust әмиянының ішінде банк карточкасы арқылы да сатып алуға болады. Қысқаша айтқанда 90% функционалды бір қосымшадан таба аласыз. Ал енді әмиянды іс жүзінде көрейік. Бұл жерде сізге жаңа аккаунт ашуға немесе басқа әмиянды импорт жасауға болады. Ең алдымен телефонға немесе компьютерге Trust әмиянын орнату керек. Сілтемені төменде қалдырдым. Әмиянды орнатқаннан кейін қосымшаға кіреміз. Кірген сәтте осындай болып шығып тұруы керек. Сізге жаңа әмиянды жасаңыз немесе ескі әмиянды импорт жасаңыз деп таңдау беріледі. Бізге керегі жаңа әмиянды ашу. Ескі әмиян арқылы кіру ол тәжірибесі бар қолданушыларға арналған. Мысалы, сізде MetaMask'те ашылған әмияныңыз бар болса, MetaMask'тен құпия фразаны импорт жасауға болады. Ол арқылы Trust әмиянына кіресіз. MetaMask'ты мысал ретінде айтып отырмын. Құпия фразаны кез келген басқа әмияныңыздан алып, Trust арқылы оған кіре аласыз. Себебі негізгі адрес біреу және сид фраза да біреу. Ал әмияндар бұл жерде терминал рөлін атқарады. Бірақ сіз бірінші рет ашайын деп жатсаңыз, немесе екінші аккаунт ашқыңыз келсе, жаңа әмиян жасау түймесін басыңыз. Плюс белгісін қойып, жалғастыру түймесін басыңыз. Содан соң 12 сөзден тұратын сид фразаны бір жерге көшіріп алу керек. Оны ең қауіпсіз жерге жазу керек. Өйткені бұл фраза сіздің әмиянға кіретін кілтіңіз. Біздің жағдайда бағанағы бір бет ақ қағазға. Неге десеңіз, бұл ең қауіпсіз жол. Себебі заметкеге немесе Телеграмда сақтаймын деп шешсеңіз, оны басқа біреу көріп қоюы мүмкін. Бұл фраза арқылы сіздің ақшаңыздың барлығын шешіп алуға болады. Бір аккаунтқа сид фраза арқылы сіз телефоннан, планшеттен, ноутбуктан,
бір уақытта кіре аласыз. Және де сид-фраза басқа AMIAN арқылы кіру үшін де қажет. Мысалы, сізге MetaMask браузері AMIAN арқылы кіру қажет болыпты. Ол үшін сізге тек осы фразаны көшіріп алып, MetaMask'те импорт жасау керек. Жарайды, аккаунтты ашуды жалғастырайық. Сид-фразаны жазып алғаннан соң продолжить түймесін басыңыз. Содан кейін әр сөздің сандарына сәйкес жаңағы фразаны енгізу керек. Жарайсыз, сіз өзіңіздің ең бірінші AMIAN-ыңызды аштыңыз. Қиын емесе, енді AMIAN-ның интерфейсіне көз жүгіртейік. Ең бірінші көзге түсетін ол мына екі түйме: токендер, NFT коллекциялары. Токені бөлімі негізгі бөлім болып табылады. Сіздің барлық криптовалюталарыңыз осында көрсетілген. Коллекция: сіздің AMIAN-ыңыздағы барлық NFT-лерді осы бөлімнен көре аласыз. NFT дегеніміз не? NFT бұл блокчейнде сақталатын сертификат. Ол сертификат токен ретінде көрсетілген. NFT-ді OpenSea-де немесе басқа маркетплейсте сатып алуға болады, немесе іс-шараларға қатысып тегін алуға да болады. AMIAN-ды орнатқаннан кейін 4 монета көресіз: Bitcoin, Ethereum, BNB және Smart Chain. Неге бір BNB 2-ге бөлінген деген сұрақ туындайды. BNB монетасының бірнеше желісі бар: BIP2 және BIP20. Сары логотип бұл BNB BIP2, ал BNB Smart Chain BIP20 қара логотипті. Көп жағдайда Smart Chain қолданылады, яғни BIP20 желісінің BNB-і. Себебі BIP20-ның BIP2 желісінен айырмашылығы ол смарт контракттарды қолдайды. Сондықтан да BIP20 желісінің токендерін диапстерде пайдалануға болады. Децентрализацияланған қосымшалар дегеніміз PancakeSwap, Uniswap және осыларға ұқсас қосымшалар. AMIAN-ға жаңа монетаны қалай қосуға болады? Басқа монеталарды қосу үшін сізге экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мына түймені басу керек. Содан соң AMIAN-ға қосқыңыз келген монетаға қарама-қарсы мына түймені жылжытыңыз. Мысалға, маған Matic токенін қосу керек. Ол үшін мен алдымен мына жерде Matic деп жазамын. Алдымыздан Matic токенінің бірнеше желісі көрсетіледі. Өзіме керек желіні таңдап, оның жанындағы түймені жылжытамын. Егер де сізге желілердің қалай жұмыс жасайтыны туралы қызық болса және олардың айырмашылығы неде екенін толығырақ түсінгіңіз келсе, неге Trust Wallet'те бір токеннің бірнеше желісі бар екенін білгіңіз келсе, желіні көпір арқылы қалай айырбастау керектігі туралы көбірек білгіңіз келсе, комментарийға жазып кетіңіз. Мен криптовалютадағы желілер туралы видео шығаратын боламын. Бірақ кейінірек осы видеода желілер туралы қысқаша түсіндіріп өтемін. Жарайды, біз токендерді қалай қосу керектігін түсіндік. Негізгі бетте сіз AMIAN-ыңызда қанша ақша бар екенін доллармен көре аласыз. Ал егер сіз валютаны теңгеге ауыстырғыңыз келсе, настройкаға кіріп, общие настройки бөліміне өтіп, валютаны теңгеге ауыстыруға болады. Сондай-ақ балансты жасырғыңыз келсе, баланстың үстіне басу арқылы сіз оны жасыра аласыз. Криптовалютаны қалай депозит жасап, басқа адреске жіберіп, криптовалютаны қалай сатып алуға болатынын, стейк жасау және браузерді қалай пайдалану керектігін айтпас бұрын, AMIAN-ның жалпы настройкаларын соңына дейін көрсетіп шығайын. Настройки бөлімінде ең бірінші болып тұрған ол AMIAN-дар бөлімі. AMIAN-дар бөліміне өтіп, сіздің жаңадан ашылған немесе басқа AMIAN-нан импорт жасалған адресіңізді көруге болады. Мына түймені басу арқылы AMIAN-ның 12 сөзден тұратын сид-фразасын көре аласыз. Ол сізге басқа Trust Wallet-тен басқа AMIAN арқылы кіруге қажет болады. Бұның ыңғайлы жері ол бір түймені басып көшіріп аласыз да басқа AMIAN-да қоя саласыз. Басқа AMIAN жасау үшін плюс түймесін басу керек. Сізге су жаңа AMIAN беріледі. Оны өз мақсатыңызда қолдана бересіз. Настройкаға қайта оралайық. Келесі блокта сіз пароль немесе Face ID орната аласыз. Және де қосымша құпия сөзі орнатуға және де хабарландыруды қосуға немесе өшіруге болады. Сонымен қатар тілді және валютаны осы жерде өзгертесіз. Келесі пайдалы зат бұл бағаны хабарландырып отыру. Мысалға, сізге биткойнның бағасының қозғалысы қызық. Сіз хабарландыруды қосу арқылы баға өзгерген сәтте хабар алып отырасыз. Баға жоғарыға кетсе немесе төмендесе, сізге экран бетіне ол туралы хабарлама келеді. Wallet Connect бұл DApps немесе DEX сайттарына кіру үшін керек. Бұл арқылы OpenSea маркетплейсіне немесе OneInch сайтына қосыла аласыз. Бұл екеуі жай ғана мысал. Wallet Connect арқылы сіз көптеген сайтқа AMIAN арқылы тіркеле аласыз. Мысалы, сіз NFT сатып аламын деп шештіңіз. Оны сатып алу үшін сізге OpenSea-ге кіру керек. Сайтқа қосылу үшін сізге Wallet Connect таңдау керек. Содан соң қолданба арқылы QR-кодты сканерлеп, Trust AMIAN-ында растау керек. OpenSea сайтында сәтті тіркелдік. Енді біз өзіміздің AMIAN-ымыздағы NFT-лерді сатылымға шығара аламыз. Немесе Trust Wallet балансындағы криптовалюта арқылы NFT сатып алуға болады. AMIAN-ның басты бетіне оралайық. Тіркелгеннен кейін ең алдымен сізге AMIAN-ды криптовалютамен толтыру керек. Толтырудың екі жолы бар. Біріншісі, оны Trust Wallet AMIAN-ында сатып алуға болады. Екіншісі, биржада криптовалют сатып алып, оны Trust Wallet AMIAN-на жіберу. Криптовалютаны сатып алу үшін купить түймесін басыңыз. Өзіңізге керек криптовалютаны таңдап,
керекті сумманы енгізіңіз. Токенді траст серіктестері арқылы сатып аласыз. Сатып алатын сумма $150 төмен болса, сізден ешқандай құжат сұрамайды. Ал егерде одан асып кетсе, құжаттарды көрсету керек болады. Картаңыздың номерін теріп немесе Apple Pay арқылы төлей аласыз. Аударымның комиссиясы $4 тең. Енді кең таралған әдістерге көшейік. Амянды биржадан немесе басқа адрес арқылы толтырамыз. Бұл жерде түк қиындығы жоқ. Каспиде перевод жасаған сияқты. Каспиде перевод жасау үшін карточканың номерін жазып немесе телефон номері арқылы жібересіз. Бұл жерде дәл сондай. Бірақ карточканың номерінің орнына өзіңіздің амяныңыздың адресін жазасыз. Бізге керек токеннің адресін, яғни номерін көшіріп аламыз, сосын оған токендерді жібереміз. Ол номер өзгермейді және де әр монетаға тіркелген. Мысалға, эфириумның ерсі 20 желісіндегі токендердің номері бәрі бірдей болады және де ол өзгермейді. Монетаны депозит жасау үшін өзімізге керек криптовалютаны таңдап, оның үстінен басамыз. Бұл жерде получить батырмасын басып, адресті көшіріп аламыз. Бұл адреске сіз криптовалютаны жібересіз. Немесе біреу сізге криптовалюта жіберетін болса да, осы адресті бересіз. Міндетті түрде желіге мән беріңіз. Мысал ретінде Arbitrum деп жазылып тұрса, сіз Arbitrum желісі арқылы жіберуіңіз қажет. Басқа желі тұрса, сол желіні таңдайсыз. Мысалға, сіз биржадан шығарайын деп жатырсыз. Ол жерде міндетті түрде сізге керек желіні белгілеу керек. Өзіңізге керек желіні таңдайсыз. Криптовалютаны жіберу үшін сіз жібергіңіз келетін монетаны таңдайсыз. Содан кейін аударғыңыз келетін адресті енгізіп, керек сумманы жазасыз. Келесі бетте комиссия мөлшері көрсетілген. Жоғарғы жағында алушының амянына түсетін нақты сомасын көруге болады. Егерде бәрі дұрыс болса, және де бұл комиссияға келіссеңіз, подтвердить батырмасын басу қажет. Желі төлемі дегеніміз комиссияға кететін шығынды көрсетеді. Max Total амяннан шығарылып жатқан жалпы сумманы көрсетеді. Бұл суммада комиссияда ескеріліп тұр. Бәрі дұрыс болса, транзакцияны растаңыз. Көп жағдайда бірінші рет аударып жатқан адам мынадай проблемамен кездеседі. Оларда комиссияға ақшасы болмай қалуы мүмкін. Қазір түсіндіріп өтемін. ERC-20, BIP2, BIP20 бұл негізгі желілер және олардың өз комиссиялары бар. Траст амянда жиі қолданылатын желілер. ERC-20 бұл эфириум блокчейндегі барлық токендер. BIP2 желісі Binance Chain блокчейндегі токендер. BIP20 желісі бұл Binance Smart Chain блокчейндегі барлық токендер. Ал Tron блокчейнде TRC-20 токендері. Айта берсең түрі көп. Кейінірек өзіңіз түсініп аларсыз. Ең бастысын түсіндіңіз деп ойлаймын. Эфириум монетасының ERC-20 желісінің негізгі монетасы болып табылады. Егер сіз эфирді аударсаңыз, онда аудару комиссиясы сол эфирден алынады. Ал эфириум блокчейнінде жасалған барлық монеталардың ERC-20 деп жазылып тұрады. Бұл дегеніміз осы монетаны аудару үшін комиссияға негізгі токенді төлейтініңізді көрсетеді. Біздің жағдайда бұл эфир. Мысал ретінде ERC-20 желісіндегі UNI токенін басқа амянға жіберу үшін сізге эфир қажет болады. Комиссия бағасы GWAY-дің қанша болып тұрғанына байланысты. Мысалға, GWAY 20 болған кезде аударымға $3-5 қажет болады. Ал егерде одан жоғары немесе төмен болса, ол кезде бағасы өзгереді. Комиссия бұл шығын, оны қайтару мүмкін емес. BIP20 желісінде де дәл сондай. Тек бұл жерде комиссияға BNB керек болады. Smart Chain BNB блокчейннің негізгі желісі. Smart Chain BNB-ін біреуге жібергіңіз келсе, сол баланстағы BNB-ден комиссия алынатын болады. Мысалға, басқа біреуге BIP20 желісіндегі USDT-ді жібергіңіз келсе, сіз комиссияны BIP20 желісіндегі BNB-ден төлейсіз. Бұл жерде ERC-20-дағыдай комиссияға көп ақша кетпейді. Орташа есеппен $0.3-0.05 керек болады. Қорытындылай кетейін. Басқа адреске BIP2 желісіндегі кез келген токенді жібергіңіз келсе, сізге BIP2 желісіндегі BNB керек. BIP20 желісіндегі токенді жібергіңіз келсе, BIP20 желісіндегі BNB керек болады. ERC-20 желісіндегі комиссияны төлеу үшін сізге сол желідегі эфир қажет болады. Бұл тек аударымдарға ғана емес, және де кез келген уақытта смарт-контракттермен жұмыс жасаған кезде керек болады. Мысалға, сіз OneInch'те ERC-20 желісінде свап жасайтын болсаңыз, эфириумнан комиссия шешіледі. Ал PancakeSwap'та BIP20 желісінде сваптар жасағыңыз келсе, BIP20 желісіндегі BNB-де ақшаңызды дайындаңыз. Керемет, комиссия және перевод туралы түсіндік. Бұл видеоның ең қиын жері болған. Енді амян ішіндегі монетаны айырбастауды үйренейік. Траста токендерді бір-бірімен айырбастауға болады. Оны свап бөлімі арқылы жасайсыз. Свап бұл монеталарды нарықтағы бағамен жылдам айырбастауға болатын орын. Бұл жерде биржалардағыдай сатып алуға немесе сатуға ордер қоя алмайсыз. Бұл жерде сіз жылдам токендерді бір-бірімен айырбастай аласыз. Мысалға, сіз Arbitrum желісіндегі эфириумды Arbitrum желісіндегі USDT-ге айырбастағыңыз келеді. Бұл жердегі курс DEX обменниктердегі курспен бірдей, және DEX обменниктер амянның ішінде орналасқан. Ал комиссияны өзіңіздің таңдаған желіде төлейсіз. Ал егерде токеннің желісін ауыстыру керек болса, өзіңізге керек желілерді таңдау қажет. Мысалға, BIP2 желісінен BIP20-ға қалай өзгертуге болады? Сіздің Trustwallet амяныңызда BIP2 токендер бар болса, ал сізге оны BIP20 желісіне айырбастау қажет болған жағдайда көпірді қолдану керек. Бұл өте оңай жасалады.
Амиянға оралып своп бөліміне өтіңіз. BIP2 желісіндегі өзіңізге керек токенді таңдаңыз, ал екіншісіне BIP20 желісіндегі токенді таңдаңыз. Мысал ретінде мен BNB токенін таңдадым. Предпросмотр свапа түймесін басып, транзакция бетіне өтесіз. Мұндай транзакция үшін комиссия шамамен 15 центті құрайды. Негізі бір желіден екінші желіге токенді айырбастау үшін өзім қолданатын көпірлердің бірі бұл Stargate Finance. Оны қолдану үшін Амиянның ішінде браузер бөліміне өтіп Stargate Finance сайтына өтеміз. Содан соң Connect Wallet батырмасын басып, Wallet Connect арқылы Trust Wallet'ті таңдау қажет. Содан соң өзіңізге керек желіні таңдап, сол желіден басқа желіге айырбастай аласыз. Ал егер де желіні айырбастаудың ең тиімді және арзан жолын іздесеңіз, оны биржалар арқылы іске асыруға болады. Бар болған токенді биржаға жіберіп, басқа желіде қайта шығарып алу жеткілікті. Бұл жерде сіз тізімдегі кез келген токендерді стейкинг жасап табыс таба аласыз. APR дегеніміз бұл жылдық табыстың пайызы. Мысалға, егер де мен 1000 атомды стейкингке жіберетін болсам, менің жылдық табысым жылына 190 токенді құрайды деген сөз. Бұл бөлімді сіз күнделікті қолданып жүрген Chrome немесе Яндекс браузер сияқты қолдануға болады. Бірақ Trust Wallet'те орнатылған браузердің бір ерекшелігі ол шифрланған, яғни сіздің нақты IP адресіңіз белгісіз. Браузер арқылы сіз кез келген сайтқа немесе диапстерге кіре аласыз. Бұл браузер криптовалюталық Амиян арқылы тіркелу керек сайттарда қолдануға өте ыңғайлы. Браузер арқылы Uniswap, PancakeSwap, OneInch сияқты обменниктерге кіріп токендерді айырбастай аласыз. Немесе NFT маркетплейстерге Амиян арқылы тіркеліп OpenSea, Tofu NFT, Element сияқты маркетплейстерде NFT сатып алуға болады. Немесе Aave сияқты платформаларда криптоактивтерді залогқа қойып, кредит алып, немесе өз токендеріңізді біреуге қарызға беріп, ақша табуға болады. Бұл видеода әр қосымшаға тоқталып өтпейміз, бірақ каналда алдағы уақытта қызықты жобалардың толықтай обзоры шығатын болады. Каналға тіркеліп, осы видеоға лайк және коммент қалдырыңыз. Бұл осы видеоның рекомендацияға шығуына көмектеседі және басқаларға да пайдалы болады. Соңына дейін қарап шыққаныңызға рахмет. Қош сау болыңыз.